Бүгін 1 шілде 2024 жыл. Мен көркем еңбек және суретші, қолөнерші шеберлердің симфозиумына арналған каталогтың тапсыру салтанатына келе жатырмын. Бұл салтанатты сәт Шахристандағы туризм орталығында өтеді. Осы салтанатқа келе жатқан мені балам талғат алып келе жатыр. Біз қазір Абай өткелінде келе жатырмыз. Қай көше? Самарқанд көшесі. Міне Шахристан орталығына да келіп қалдық. Міне Фонтан туризм орталығы, қолөнер және туризм орталығы. Амансыздар ма? Амансыздар. Амансыздар. Қалайсыздар? Енді мына экранда өздеріңіз көріп отырғандай, былтыр осындай уақытта 8-ші май күні біз халықаралық симпозиум өткізгенбіз. Сонда біз Қырғызстаннан келген біздің әріптесіміз Жолдашева Айгүл. Енді ол кісі қазір қызы Америкада оқиды, сол қызының дипломын қорғауға сол жаққа кеткен. Енді сол жақтан келе алмаймын деп құттықтауын жіберіп жатыр. Енді бұл біздің бүгінгі кітабымыздың тұсаукесері, ол халықаралық болып есептелінеді. Халықаралық және өзіміздің Жамбыл облысының білім басқармасының ұйытқысымен болып отырған осы кітабымыз. Бұл сол симпозиумның жалғасы деп ойлайық. Ал енді осы барлықтарыңызда қош келдіңіздер. Бұл көптен күткен біздің ұлы тойымыз деп айтуға болады өзіміз үшін. Өйткені біз өзіміздің пәнімізді сүйеміз, өзіміздің пәнімізді жақсы көреміз, дәріптеп жүрміз, насихаттап жүрміз. Енді ол әрқайсымыз осы кітаптың бір бетінде өзіміздің бағалы, құнды дүниеміз жарияланып отыр. Сондықтан бұл кітап біз үшін үлкен жоғары деңгейде деп ойлаймын. Бұл енді біздің бірінші кітабымыз емес, бұл біздің екінші кітабымыз. Оның алдыңғы жылы Тараз, Жамбыл облысының Тараз толғауы деген облыстық көрмеміз өтіп, оның жалғасы ашылу салтанатына, мынау тұсаукесеріне біз арнайы қонақтарымызды шақырып отырмыз. Ал енді ұйымдастырушылардың атынан Асылхан ағайды білесіздер. Асылхан ағайдың үйіндегі апайымыз, Ләззат апайымыз бір кітаптың тұсаукесерін ашады, рәсімін жасайды. Ал енді үшіншісін осы жүгіріп жүрген ұйымдастырушылардың атынан Қарлығаш екеуміз ашамыз. Ал енді осы рәсімін ашылу салтанатын алғашқы сөз кезегін біз енді ұйымдастырушылардың атынан Асылхан ағайға береміз. Құрметті әріптестер, мынау бірінші сіздермен сәлемдесіп қояйық енді тағы да. Мынау жазғы демалыстарыңыз қалай, енді жазғы демалыстарыңыз қалай өтуде, бәрі жақсы ма, бала-шаға аман есен ба деп жағдайды сұрасып қояйық. Ал енді мынау алда жаңа оқу жылы келе жатыр. 2024-2025 жаңа келе жатқан оқу жылдарыңызға, сол оқу жылға жаңа күш-қуатпен, жаңа мотивациямен, ал енді мына бүгінгі іс-шараға келетін болсақ, осы екі қыздың арқасы деп ойлаймын. Бұның енді іс-шараның басынан аяғына дейін әсіресе көп атсалысып не болған Қарлығаш қарындасымыз. Сол Тараз жауһарлары симпозиумына жинағының тұсаукесері құтты болсын, ала берсін. Заманымыз тыныш, еліміз аман болсын. Әлі алда
шараларда бас қосып отыра берейік. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Сол галереяның атынан Балнұр ханым келіп отыр. Бізге былтырғы симпозиумда да бас қасында болды аяғына дейін. Жыл бұрын бізде мына Балқия әпкем бар, Қарлығаш әпке бар, бірге қосылып халықаралық деңгейде симпозиум өткізді. Қазақстанның әр түкпірінен жиналған шеберлердің қолынан шыққан ауызбіршіліктеріңіз арта берсін. Ары қарата осы симпозиумдарыңыз жылдан жылға жалғасып, абыройлы бола беріңіздер. Көктемнің есіп самылы, қайыңдар бүршік жарады. Құстарды самғап биікке, қанатын еркін жаяды. Көктем күңкілінде бұлттар көшіп бара жатыр көлге, ақтар бойы бұлдырап бара жатыр қырып қалдақтар бұлақтар сырқаған. Көктем күңкілінде бұлттар көшіп бара жатыр көлге, ақтар бойы жатыр қырып қалдақтар бұлақтар сырқаған. Тұсаукесерімізден сізге естелік болсын. Әлде алда да осындай шараларымызды жандандыра беріңіз. Келін алыңыз, ниет жаңағы ақ жаулықты әже болыңыз деп сізге міне біздің атымыздан ұйымдастырушылар. Рахмет. Әріптестер, саламатсыздар ма? Жақсы істер жасап жарысайық деген сияқты жақсы іс-шаралар өтіп жатыр. Оның ұйытқысы болып жүрген Балқия Қарлығашқа үлкен рахмет. Қалған қолдап осы кітаптың жарыққа шығуына үлес қосқан әріптестер баршаларыңыздың ерен еңбектеріңіз міне жарияланып жатыр. Оның куәсі боламыз. Алдағы оқу жылдарында үлкен толағай табыстарға жетіңіздер. Ұлттық рухта өнерді ары қарай дамыта берулеріңізге тілектеспін. Енді ақ жаулық жапқым келіп тұр сізге. Етпен шашу шашу. Емші біздің қолыншы видео әлі күнге дейін біз өзіміз туыстай әріптестей болып қатарымыздан қалып айтамыз. Өздеріңізге бәрі белгілі, Тараз қаласы қаласының тізіміне енгендері Жамбыл облысында, соның ішінде орталық Тараз қаласында көптеген көрмелер, халықаралық деңгейдегі өтіп жатқан іс-шаралар барлығы осы сіздердің арқаларыңызда, сіздер 90-на бір рет, жылына бір рет үлкен халықаралық іс-шарамен безеніп, осындай іс-шаралардың бір қорытындысы ретінде осы ұйымдастырылып отырған бүгінгі сіздердің кітаптарыңыз, сіздердің еңбектеріңіздің жиыны деп ойлаймыз. Кітаптарыңыз құтты болсын. Тізім бойынша мына жерде Орманова Айман Садықовнаға. Жантаева Эльмира. Махамбет Керимова бар ма? Бар. Аты жөніңізді Қарлығаш тұра қалыңдар. Жылқыбаева Гүлімхан. Шабалақ. Жантаева Гүлжан. Шабалақ. Сізге үлкен алғыс айтамын, шығармашылық табыс тілеймін. Тараз ауқарлары жасасын! Al, жүріңдер.
мойынқұмдық жерлесіміз, әріптесіміз, оңдасынов Қамшыбек Өрісбайұлының жеке шығармашылық көрмесін көруге келе жатырмыз әріптестеріміз. Картина болсын, араласып жасай беріңіздер. Қолөнер Немеге ұмытасыздар? Бұрынғы кездегі портреттер әдемі салынған. Нағыз керемет суретші екен. Күшті да кейбір суреттер жағында. Мен өзім Ендігі көрмеге ашатын болсаңдар, қатысатын болсаңдар, Міне біз Бабур кафесіне келдік. Көркем еңбек пәнінің, бейнелеу өнер пәнінің мұғалімдері каталогтың вручениесінен кейін осы кафеге келдік. Кафе керемет екен. Міне біз Назира әкеміз келдік. Назира әкеміз келе жатырмыз. Қалған мұғалімдер алдымызда. Мына әдемі гүлдер. Міне мұғалімдер әдемі табиғатты қызықтап кетті. Міне керемет мүсіндер. Мына бәрі әдемі гүлдер. Күшті екен. көрініп тұр, бәрі көрініп тұр. Сияды. Міне керемет. О, Тапчанға бара жатырмыз. Міне керемет гүлдер. Міне мүсіндер бар екен мынандай. Мүсіндер бар екен. Міне мына жерде, о, мына жақта водопад. Ох, керемет водопад. Міне керемет водопад. Міне керемет водопад. Міне керемет водопад. Өзен міне, о. Енді құстар бар екен. Қандай құс мынау? Павлин ба? Тауыс құстар. Тауыс құстар бар екен. Міне тауыс құстар түсірейік. Ой, бай, төбеде павлин ғой. Нелік бар екен. Міне керемет қараңдар. Міне павлин дейді оны, тауыс құс дейді екен. Осындай құстар міне. Міне мына жақтың бәрінде керемет мына өзеннің жағасы. Міне тауыс құстар. Міне көркем еңбек пәнінің мұғалімдері және бейнелеу өнерінің мұғалімдері, Жамбыл облысының суретшілері, қолөнершілері, симпозиумына қатысқан шеберлер. Міне каталогтың табыстау сәтінен кейін осы Бабур кафесіне келіп шай ішуге отырды. Міне қыздар. Сияды мекеміз бәріміз? Ертең енді қолөнершілердікі болады 5 күні. Осы галереяда қыздар жіберіп жатыр. Соны келіп көріңіздер, одан үлкен шабыт аласыздар. Біз деген қарапайым мұғалімбіз. Бірақ біз үлкен, огромный жұмыс істейміз деді. Қазбаға жіберген жоқ, сосын барып білген де жоқ. Міне біз қыздар. Одақтар болады. Бізде Жамбыл облысында 4 одақ бар деп жатыр.